Бүгінгі сабақтың тақырыбы мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестаттау. Мектептегі әдістемелік жұмыс ол біртұтас әр мұғалімнің, тәрбиешінің кәсіби шеберлігін жан-жақты көтеруге бағытталған, бір-бірімен тығыз байланысты іс-шаралар мен әрекеттердің жиынтықтар жүйесі. Ол оқу үдерісін талдау және алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе мен ғылымның жетістіктеріне негізделген деген болатын ғалым зерттеуші Майсиев. Негізінен мектептегі әдістемелік жұмыстың басты мақсаты білім мекемелерінде қоғам талабына сай нәтижелі білім бере отырып, жас ұрпақты тәрбиелеу, дамытуда педагогтардың біліктілігін арттыру, шығармашылық еңбегін қалыптастыру, тиісті әдістемелік көмектер ұйымдастыру болып табылады. Бұл қоғам талабына сай осы жұмыстар әдістемелік жұмыстың басты мақсаты болып саналады. Әдістемелік жұмыстың негізгі міндеттері қандай дейтінге келетін болсақ, білім беру бағдарламаларын іске асыру, қазіргі кезде жаңартылған білім бағдарламасын жүзеге асыру. Екінші, білім беру үдерісін қолданыстағы технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын әзірлеу, енгізу және жетілдіру. Үшіншіден, педагогтың шығармашылық ойлауын дамыту. Төртіншіден, педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін және кәсіби шеберлігін арттыру. Сонымен қатар ғылыми және оқу әдістемелік жұмысқа басшылық жасау. Әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары қандай деген мәселеге келетін болсақ, бірінші, ақпараттандыру бағыты. Екінші, диагностикалық болжаушылық бағыт. Яғни ақпараттар береміз, бірінші жалпы ақпараттар ағынымен таныстырамыз, одан кейін солардан керектілерін алып, диагностикалық болжау жасау бағытындағы жұмыстар жүргізіледі. Одан кейін қамтушылық бағыты, осы болжау жасау, ақпараттар ағынын қалыптастыруда біз қамтамасыз ететін іс-әрекеттер жасалады. Одан кейін жаңашылдық пен эксперименттік тәжірибе жұмыстарын ұйымдастыру бағыты. Бұл қазіргі замандағы ақпараттар ағыны өте көп және зерттеу түрлі жаңашыл отандық және басқа да ғалымдардың эксперименттерінің нәтижесін тәжірибеге енгізу, оларды ұйымдастыру бағыты. Одан кейін кәсіптік біліктілік көтеру, білім жетілдіру бағыты. Кәсіптік біліктілікті көтеруде түрлі курстар, білім жетілдіру курстары, және қазіргі кезде жаңартылған білім бағдарламасы бойынша түрлі бағытта 3 деңгейлі, 13-ші жылғы 3 деңгейлі бағдарлама және жаңартылған білім бағдарламасы бойынша түрлі курстарға жіберуді жоспарланып отырады. Сонымен қатар мұғалімдердің еңбегіне қарай марапаттау және аттестациялау бағыттары. Жалпы енді әдістемелік жұмыс құрылымына келетін болсақ, әдістемелік жұмыс педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес және әдістемелік кабинет болып саналады. Енді әдістемелік кеңестен әдістемелік бірлестіктер, әдістемелік кеңестен әдістемелік бірлестіктер. Мысалы, мектептегі түрлі пәндер бойынша әдістемелік бірлестіктер бар. Олар әдістемелік кеңеске бағынады. Ол әдістемелік бірлестікте жеке мұғалімдер топтасады. Сондықтан осылардың нәтижесінде осы мұғалімнің, бірлестіктің, әдістемелік кеңес және педагогикалық кеңесте қарастырылатын мәселелер, әдістемелік кабинет жұмыстарының барлығы жиналып әдістемелік жұмысты құрайды. Әдістемелік жұмыстар. Әдістемелік жұмыстарға нелер жатады дегенге келетін болсақ, бірінші, шығармашыл топтар, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдердің топтары. Одан соң сол тәжірибелі мұғалімдердің озық педагогикалық тәжірибе мектебі, бұл жерде де бірлесіп жұмыс істеу, жас мұғалімдерге көмектесу деген мәселелер қарастырылады. Озық педагогикалық тәжірибеде жалпы тәжірибелі ұстаздардың мектебі қалыптасады, сол мектебін тарату мақсатындағы жұмыстар, мектебіндегі іс тәжірибелерін. Одан кейін қайта даярлау, курстар, семинар, педагогикалық шеберлік мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар қазіргі кезде көбінесе барлық мектептерде жұмыс істейтін дарынды балалармен жұмыс, пән мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі, олардың да өздерінің жоспары болады.
Сонымен қатар мектептегі ғылыми практикалық конференциялар ұйымдастыру жылына бір рет, тәжірибе алмасу, басқа мектептер мен облыстармен тәжірибе алмасу қазіргі кезде онлайн арқылы да жүргізуге болады оны. Сосын байқау, конкурстар, олимпиада, өз бетімен білімін жетілдіру мәселелері де осы әдістемелік жұмыстың бір тармағы болып саналады. Сонымен қатар авторлық әдістемелік баспа, бұл жерде жаңағы тәжірибелі мұғалімдердің өзінің бағдарламалары немесе әдістемелік жұмыстарының ерекшеліктерін, белгілі бір технологияны пайдалану барысындағы жеткен жетістіктерін баспа бетінде шығару, арнайы оқулық қылып шығару, көмекші құрал етіп шығару. Сонымен қатар мұғалімдердің аттестациялау, баспасөзге, газет журналдарға мақалалар беру, шеберлік класстар өткізу, педагогикалық оқулар ұйымдастыру, жас мамандар мектебі және әдістемелік семинарлар. Осылардың барлығы әдістемелік жұмысты құрайды. Әдістемелік жұмыс бұл мұғалімнің шеберлігін және ғылыми теориялық әдістемелік дайындық деңгейін көтерудегі жеке және топтық жүйелі қызметті, мұғалімнің шеберлігінің жетілдірілуі, шыңдалуы осы әдістемелік жұмыс барысында көрінеді. Әдістемелік жұмыстарды өткізгеннен кейінгі нәтиже қандай дегенге келетін болсақ, бұл жерде бәсекеге қабілетті білім беру деңгейіне қол жеткізу, екіншіден педагогтардың кәсіби деңгейінің көрсеткішін анықтау және оның өсуі, педагогикалық шеберлігінің жетілуі, педагогикалық шеберлігі шығармашылық және зерттеушілік әрекетінің шыңдалуы және авторлық бағдарлама мен технологияны меңгеру осы әдістемелік жұмыстың нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар мұғалімдерді аттестациялау міндетті түрде оқу мектептерде жүргізіледі. Ол 5 жылда бір рет аттестациядан өтіп отырады. Олар өздерінің жұмысының нәтижесін көрсетеді. Және қазіргі заманда бізде мамандыққа сәйкес тест тапсыру, одан кейін модератор, сарапшы, зерттеуші, шебер сияқты категорияларға тапсырады. Оған арнайы жаңағы мамандандырылған тесттен өткеннен кейін документтерін дайындап, солардың нәтижесінде оларға жаңағыдай сарапшы деген бірінші деңгейлегі сол рет-ретімен осы өзінің тапсырған тапсырысына байланысты осылардан өткеннен кейін мұғалімдер аттестацияланады. Сонымен бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты әдістемелік жұмыстар туралы. Ол әдістемелік жұмыстардың түрлері, мақсаты, нәтижесі не, қандай құрылымдардан тұратындығы туралы айтылды. Сонымен бірге мұғалімдерді аттестациядан өткізу мәселесі қарастырылды. Рахмет, сау болыңыз.